Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін ерекше рецептпен бөліскім келіп тұр. Балаларымыз сүйіп жейтін рецепт. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ал енді ол үшін бізге рецептіміз бойынша бізге морской капуста қажет болады. Капустамызды кішкене бөліктерге бөліп, тұз сеуіп 5 минутқа қайнатамыз. Ол уақытқа дейін бөлкені алып, тең 2 бөлікке бөліп, тең жарты 2 бөлікке бөле отырып, ішіндегі жұмсақ бөлімін қазір көретіндеріңіздей алып тастаймыз өстіп. Ал жұмсақ бөлімін котлет жасаған кезде қолдансаңыздар болады. Ал енді бізге духовкамызды 180 градусқа қосып, формамызға фольга төсеп, пергаментный фольга төсеп, үстіне 2 нанның жарты бөліктерін қоямыз. Енді кетчупты 2 бөлігіне бірдей етіп бөліп жағып шығамыз. Ендігі бөлігіміз кетчуптан кейін майонез жағамыз. Майонезімізді тең 2 бөлікке бірдей етіп жағып, қасықтың көмегімен жан-жағына, яғни бортиктеріне түгел майонез жағып шығамыз. Аз болса, тағы да қосып жіберсеңіздер болады. Майонез кетчупымызды жақтық, енді ішіне салмасына кірісейік. Ол үшін мен андай шұжықтарды алып, майда бөліктерге 4 бұрыштай етіп турадым. Алдымен салам кетіп, кейін 4 бұрыштап майдалап турадым. Шұжықтарымызда тура болып қалдық. Енді бәрін бір ыдысқа саламыз. Бір ыдысқа салып, үстіне сырларымызды үкіштің көмегімен ірі үкіштен өткізіп дайындаймыз. Міне сырларымыз дайын болды. Енді оны ыдыстағы шұжықтың үстіне саламыз. Бағына суға піскен капустамызды араластырамыз. Капустамызды араластырып, үстіне майонез қосамыз. Кетчуп қоссаңыздар да болады. Аз мөлшерде. Міне керемет шығып жатыр. Мен кішкене кетчуп араластырдым. Ішіндегі салмасына қызана қоссаңыздар да болады. Бұрышты қуырып қоссаңыздар да болады. Шала қуырып. Ал енді салмамызды 2 нанымыздың ішіне теңдей бөліп саламыз. Міне менің балаларым бұрыш жемегендіктен мен бұрыш қоспадым. Ал енді соңғы штрихымыз салынған дайын салмамыздың үстіне біраз сырды үкішпен
өткізіп саламыз. Духовкамызға 10-15 минутқа қоямыз. Нанымыздың сырты қызарып, қатырлақ болып қалды. Ал енді астарыңыз дәмді болсын. Балаларыңызды, жақындарыңызды қуантып жүре беріңіздер. Үй жағдайындағы балалар сүйіп жейтін тіс басар. Ас болсын, менің каналымды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Каналымда көріскенше қош сау болыңыздар.